Эгерде мал таппак керек болса, кол өнер үйрөнбек керек. Мал жутайды, өнер жутамайды. Алдау қоспай адал еңбегін сатқан қолөнерлі қазақтың әулиесі сол. Бірақ Құдай тағала қолына аз-маз өнер берген қазақтардың кеселдері болады. Әуелі бұл ісімді ол ісімнен асырайын деп, артық ісмерлер іздеп жүріп, көріп, біраз істес болып, өнер арттырайын деп, түзден өнер іздемейді. Осы қолындағы аз-мұзына мақтанып, осы да болады деп, баяғы қазақтың талапсыздығына тартып жатып алады. Екінші, ерінбей істей беру керек қой. Үшінші, дархансың ғой, өнерлісің ғой шырағым. Немесе Ағекеңнен кетеді, осы ғанамды істеп бер дегенде, маған да біреу жалынарлыққа жеткен екенмін деп мақтанып кетеді. Төртінші, тамыршылдау келеді. Бағанағы алдамшы шайтан тамыр болалық деп, бір болымсыз нәрсені берген болып, артынан өйтемін, бүйтемін, қарық қыламын дегенге мәз болып, тамырым досым десе, мен де керектінің бірі болып қалыппын деп мақтанады. Онысы несі екен? Қазақтың баласының өзі алдағыш бола тұрып, және өзі біреуге алдатқыш бола тұғыны қалай?